Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің есімім Гүлнұр Мұхтарқызы. Мен I+ Республикалық білім беру орталығының қазақ тілі пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі жаңа тақырыпқа көшпес бұрын өткен сабақтағы бақылау жұмысын бірге талдайық. Сонымен бірінші сұрақ. Лексика нені зерттейді? Жауап А. Сөздік құрам. Екінші сұрақ. Сөздің неше мағынасы болады? Жауап Б. 2. Үшінші сұрақ. Тура мағыналы сөзді тап. Жауап А. Адамның басы. Төртінші сұрақ. Ауыспалы мағыналы сөзді тап. Жауап А. Күннің көзі. Бесінші сұрақ. Көп мағыналы бола алмайтын сөзді көрсет. Жауап Д. Қол. Алтыншы сұрақ. Амоним сөздерді тап. Жауап Б. Түс және қал. Жетінші сұрақ. Су жүрек сөзінің антонимін тап. Жауап С. Ер жүрек. Сегізінші сұрақ. Синонимдік қатарды жалғастыр. Сабырлы, байсалды. Жауап ары қарай төзімді, шыдамды. Б жауап. Тоғызыншы сұрақ. Етістіктен болған синонимді тап. Жауап Б. Кездесу, жолығу. Және соңғы 10-шы сұрақ. Үстеуден болған антонимді тап. Жауап А. Алыс және жақын. Алдыңғы сабақтан бастап біз лексика тарауын бастаған болатынбыз. Соның ішінде сөздік құрам деген ұғымды талдап өттік. Сөздік құрам, яғни халықтың тұрмыс тіршілігі, кәсібі, мәдениеті, таным түсінігін танытатын барлық сөздердің жиыны. Сөздік құрам қолдану мақсатына қарай екіге бөлінеді. Біріншісі жалпы қолданыстағы сөздер, яғни жалпылама лексика, және қолдану аясы шектеулі сөздер. Яғни бұл жерде сирек қолданатын сөздер жатады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қолдану аясы тар сөздер. Біз олардың қанша түрге бөлінетіндігін және оларға қандай сөздер жататындығын қарастырамыз. Сонымен бірінші қолдану аясы тар сөздердің қатарына жататын топ ол көнерген сөздер. Яғни қазіргі күні қолданыстан шығып қалған көмескіленген сөздер. Олар жалпы екі түрге бөлінеді: архаизм және тарихи сөздер. Архаизмдер, яғни тұрмыс тіршілікте әр дәуірде өзгеріп, әртүрлі сөздермен ауысып отыратын ескірген сөздер. Архаизмдердің біз бірнеше тобын қарастырамыз. Олар матаға байланысты, дәстүрге байланысты, тұрмысқа байланысты, аяттарына байланысты және бұрынғы жыл атауларына байланысты. Мәселен, матаға байланысты. Қазіргі күні біз қолданып жүрген торқа, дүрия, патсайы деген маталардың атауы бұрын қашан қалай пайда болғаны белгісіз, бірақ заманнан заманға жетіп, әлі күнге дейін қолданыста. Ал салт дәстүрге байланысты сөздерге келетін болсақ, әмеңгер, барымта, беташар деген салт дәстүрлерде осы архаизмге жатады. Тұрмысқа қатысты сөздерге келетін болсақ, олар киіз үй, саптаяқ, кебеже, аяттары маусым, шілде, тамыз және бұрынғы жыл атаулары барыс, жылқы, қоян, ұлу деген сөздердің барлығы архаизмдерді құрайды. Келесі сөздер тобы ол тарихи сөздер, яғни историзм деп атаса да болады. Олар белгілі бір дәуірде қолданылғанмен қазір қолданыстан шығып қалған сөздер. Олар бірнеше топқа бөлінеді. Мысалы, ел басқаруға байланысты атаулар. Оған көбінесе ханзада, нөкер, патша, би, болыс деген атаулар жататын болса, қару-жараққа байланысты атауларға садақ, жебе, сауыт, айбалта, найза деген сынды сөздер жатады. Яғни тарихи сөздер мен архаизм сөздердің айырмашылығы қандай? Архаизм сөздер қазіргі күнге дейін қолданылады, ал тарихи сөздер мүлдем қолданылмайды. Келесі сөздердің бір тобы ол бізде жаңа сөздер, яғни неологизмдер деп тіл ғылымында айтсақ та болады. Олар белгілі бір техниканың дамуына байланысты пайда болған сөздер. Ал мына жерде бұрынғы атауларының қазіргі күнгі аудармасымен берілген. Мысалы, таможня қазір кеден деп аударылады. Самолет, ұшақ, космос, ғарыш, кассета, үнтаспа, документ, құжат. Яғни белгілі бір уақытқа дейін бұл атаулар таза орыс тілінде қолданып келсе, кейін біз оларды қазақ тіліне аудардық. Бұлар да жаңа сөздер қатарын құрайды. Демек, жаңа сөздер күнделікті адамның тұрмысына байланысты жаңарып дамып отырады. Оған қазіргі күні қолданыста жүрген ғаламтор, Wi-Fi, смартфон, гаджет деген сөздерді де қатыстырсақ болады. Қолдану аясы тар сөздердің тағы бір тобы ол бізде кәсіби сөздер. Бұл тілімізде профессионализм деген атаумен кеңінен танымал. Яғни ат айтып тұрғандай кәсіп, шаруашылық, өнер түрлеріне қатысты сөздер. Мысалы, қолөнерге байланысты кәсіби сөздер. Араның бір түрі белгілі бір шаруашылықта пышқы деп аталынады, ал шеге суырғыш атауыз деп аталынады. Шаруашылыққа байланысты сөздер, мақтаға байланысты мысалы шейіт, терімші, балдақ, малға байланысты өріс, пада, ақыр, суға байланысты мұрап, қорық деген сияқты. Бұл сөздер күнделікті өмірде көп қолданылмағанымен шаруашылық
шаруашылықта кеңінен қолданылады. Сондықтан да бұлар кәсіби сөздер деп аталынады. Тағы бір сөздердің тобы ол бізде диалект сөздер. Яғни белгілі бір аймақта тек ауызекі тілде ғана қолданылатын сөздер. Диалект сөздерді біз жалпы Қазақстан бойынша оңтүстік, батыс, шығыс, солтүстік деп бөлеміз. Мысалы, оңтүстік аймақтарда көбінесе таңертең деген әдеби сөзді азанда деп қолданылады. Шалбар сөзі сымқо деген қолданыста, қияр бәдірен, қабырға жар, шәйнек шәугім, жұмыртқа тұқым деген сияқты. Яғни сол аймақта ғана қолданылатын сөздер бізде диалект сөздер деп аталынады. Қолдану аясы тар сөздердің қатарына тағы бізде кірме сөздер жатады. Кірме сөздер аты айтып тұрғандай, яғни басқа шет тілдерден енген сөздер. Олар белгілі бір дыбыстық өзгеріске ұшырап, буын үндестігіне бағынбай да қолданыла беруі мүмкін. Оған көбінесе араб тілінен енген сөздер, парсы тілінен енген сөздер, моңғол және орыс тілінен енген сөздер жатады. Мысалы, араб тілінен енген сөздерге көбінесе білім беру саласында қолданылатын сөздер: ғылым, отан, мұғалім, әлем, мектеп деген сияқты. Парсы тілінен тақта, нан, апта деген сөздер. Ал моңғол тілінен көбінесе қару-жарақтар: нөкер, жасақ, аймақ және де жер су атаулары, тарбағатай, зайсан деген сөздер жатады. Ал орыс тілінен енген сөздерге парта, цирк, жәшік, керуерт, бөтелке деген сөздерді қатыстырса болады. Келесі сөздер ол бізде термин сөздер. Яғни ғылым, техника, спорт, мәдениет, саясат, тағы да басқа салаларға жататын сөздер. Басты белгісі олардың тура мағыналы сөз болып келуінде. Термин сөздер жалпы, яғни интернационалдық термин ретінде де қолданылатын сөздер болуы мүмкін. Олар яғни бір атаумен бірнеше елде де қолданыла береді. Мысалы, мына жерде белгілі бір салаларға қатысты терминдерді қарастырайық. Математика саласы: квадрат, куб, функция; химия, аммиак, кальций, озон; география, карта, глобус, масштаб; лингвистика, яғни тіл біліміне синоним, термин, синтаксис деген сөздер жататын болса, экономикаға банк, биржа, ал спортқа футбол, раунд, бокс деген түрлі ойындардың атаулары да жатуы мүмкін. Яғни бұл сөздер белгілі бір сол ғылымда, сол салада ғана қолданылады. Келесі тағы сөздердің бір тобы ол бізде эвфемизм және дисфемизм. Эвфемизм дегеніміз мағынасы тұрпайы, яғни дөрекі сөздердің орнына сол сөзді жұмсартып сыпайы айтылатын сөздер. Ал дисфемизм оған қарама-қарсы, яғни мағынасы сыпайы сөздерді дөрекі, тұрпайы мағынасында жеткізілуі. Мысалы, мына берілген кестеде эвфемизм және дисфемизм сөздердің мағыналары ажыратылған. Яғни сыпайы мағынада қоспай айт сөзі болатын болса, ол тұрпайы, өтірік айтпа дегенді білдіреді. Ал сыпайы мағынада бақиқаттанды деген сөзді тұрпайы мағынада өлді деп айтуға болады. Ақ саусақ сөзін жалқаумен алмастырады. Қолының сұғанағы бар, яғни дисфемизм болса, ұрлықшы деген мағынаны білдіреді. Яғни белгілі бір сөздің сыпайыдан тұрпайыға немесе тұрпайыдан сыпайыға ауысуы дисфемизмдер мен эвфемизмдерді құрайды. Қолдану аясы тар сөздердің тағы бір тобы ол табу сөздер. Яғни белгілі бір наным-сенімге байланысты атын атауға тыйым салынған сөздер. Оларға көбінесе ауру атаулары және халықтың қорқынышынан пайда болған сөздер жатады. Мысалы, кезінде Қорасан деген ауруды шешек ауру деп алмастырған, ұлыма, яғни қасқырды білдірген, жасыл түсті жай түсті деп айтқан, қылтамақ ауруын жаман ауру деп айтқан. Яғни сол сөздердің атын тура атайтын болса, сол ауру, сол жаман індет, сол жаман нәрсе халыққа өз зиянын келтіреді деп сенгендіктен бұл сөздер табу сөздер деп аталып кеткен. Сонымен балалар, біз қолдану аясы тар сөздердің 9 тобын қарастырдық. Келесі сабақта мақал-мәтелдер, фразеологизмдер және нақыл сөздерді айтатын боламыз. Ал қазір жаңағы 9 тобы бойынша біз тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: берілген сөздердің қай қатарға жататынын анықта. Тапсырманы мұқият орындаған болсаңдар, жауаптарын бірге талдайық. Бірінші сөз бұл жерде лексика, яғни термин. Неге? Лингвистика саласында қолданылатын сөз. Екінші сөз бөтелке, яғни ат айтып тұрғандай кірме сөз, орыс тілінің бутылка деген сөзінен алынған. Үшінші гаджет сөзі. Бұл жаңа сөз, себебі белгілі бір ғылымға байланысты пайда болған. Төртінші сөз ұлыма, бұл табу. Жаңа ғана айттық, кезінде ұлыма деп қасқырды атаған. Бесінші сөз сым, яғни бұл диалект, шалбардың диалекттік атауы. Алтыншы сөз ақсаусақ, бұл бізде эвфемизм, жалқау деген сөздің сыпайы мағынада қолданылуы. Жетінші сөз өлді, бұл бізде дисфемизм, яғни бақиға аттанды деген сөздің тұрпайы мағынасында қолданылуы. Және сегізінші сөз атауыз, кәсіби сөз, шаруашылыққа байланысты. Және соңғы сөз ханшайым, көнерген сөз. Көнерген сөздің ішінде, яғни историзм, тарихи сөзге жатады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген көнерген сөздерді екі топқа ажыратып жазуларың керек, яғни архаизм және историзм.
Архаизм мен историзмді дұрыс ажырата алдыңдар ма? Онда жауабын бірге талдайық. Яғни бұл жерде архаизмге жатады беташар, бесік, қоян, ақпан және сәукеле сөздері. Яғни белгілі бір дәуірде пайда болып, қазіргі күнге дейін қолданыстағы сөздер. Ал тарихи сөздерге ханзада, болыс, садақ, найза және неолит жатады. Яғни белгілі бір дәуірде қолданылып, қазіргі күні қолданыста жоқ сөздер. Және соңғы тапсырмада сендер дисфемизм мен эвфемизм сөздердің мағыналарын сәйкестендірулерің қажет. Яғни дисфемизм сөздер тұрпайы сөздерді сыпайы сөзге айналдыруымыз қажет. Бұл жердегі соқыр дисфемизмі эвфемизм болған жағдайда зағип болады. Өтірікші сөзі қосып айтады. Ақсақ аяғын сылтып басады. Өлді, қайтыс болды. Туды, дүниеге келді. Өсекші аузы жеңіл. Және ұры сөзі қолының жымысқысы бар деген эвфемизмге айналады. Сонымен бүгінгі сабақта біз қолдану аясы тар сөздерді қарастырдық. Оларға нелер жатады? Еске түсірейік. Көнерген сөздер, жаңа сөздер, кәсіби сөздер, диалект сөздер, кірме сөздер, термин сөздер, эвфемизм, дисфемизм және табу сөздер. Келесі сабақта біз қалған үш түрін қарастыратын боламыз. Ал егер бүгінгі тақырып түсінікті болып, әрі мұқият қараған болсаңыздар, үй тапсырмасын және бақылау жұмысын дұрыс орындайды деп сенеміз. Сау болыңыздар.